Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен нағыз балды торттың рецептісімен және дұрыс жасалу техникасымен бөліскім келеді. Нағыз балды торттан осындай карамельді, жұмсақ, піскен кезде қатып қалмайтын корждар шығу керек және қаймақты қайнатпалы кремнің дұрыс жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл крем формасын өте жақсы ұстайды. Алдымен қайнатпалы қаймақты крем дайындап аламыз. Ыдыста 1 жұмыртқа және 500 грамм қаймақ. Менде қаймақтың майлылығы 15%. Кез келген қаймақты алсаңыздар болады. Менде дүкеннен алынған қарапайым қаймақ. Оған қант және 3 ас қасық толтырып жүгері крахмалын саламыз. Егер жүгері крахмалы жоқ болса, ұнға алмастыруға болады. Бірақ жүгері крахмалының текстурасы өте нәзік, жұмсақ болып шығады ұнға қарағанда. Енді осыны біркелкі етіп араластырып алып, түбі қалың ыдысқа құйып, газға орташа отта пісіруге қоямыз. Жұмыртқа пісіп кетпес үшін және ұн жабысып қалмас үшін осылай әрдайым араластырып тұрамыз. Бұл қаймақтың қайнап шығуына 8-9 минут уақытыңыз кетеді. Орта отқа қоямыз және шет-шеттері бүлкілдеп қайнап шыққаннан кейін 2 минут тағы да қайнатамыз. Енді суытуға алып қоямыз. Мен бөлек ыдысқа құйып, суық жерге қалдырдым. Енді бізге коржды дайындап алуымыз керек. Ыдыста 4 ас қасық бал толтырып салдым және қант 100 грамм үстіне. Қант пен балды алып, ең төменгі отқа қоямыз, асықпай араластырып тұрамыз. Бұл жерде балымыз күйіп кетпесі үшін отымыз төмен болу керек. Және бұл еріп көпіршіп бастайды. Әбден осылай көпіршіген кезде, ерген кезде қантымыз үстіне жарты шай қасық нан содасын саламыз. Оны араластырамыз. Массамыз көпіршіп бастайды және түсі сарғайып бастайды. Осындай карамельді түске айналған кезде отты өшіреміз және үстіне сарымай саламыз, қатып қалмасы үшін массамыздың. Енді бұл суып тұрғанша жұмыртқамызды дайындап аламыз. 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Әбден араластырып, біркелкі қылып аламыз жұмыртқаны. Енді бізге осының үстіне жаңағы балды құюымыз керек. Менде ұзақ тұрып қалды, сол үшін осылай қатып қалды. Бұны ең төменгі отқа 1-2 минутқа осылай кішкене ғана ерігенше қойып аламыз. Балымыз суығанша ертілген сары май, маргарин емес, сары майды алуға тырысыңыздар және балымызды құямыз. Бал ыстық болмасы керек. Ыстық болса жұмыртқамыз пісіп, қамырымыз дұрыс шықпайды. Енді осының үстіне ұн және 1 пакет қопсытқыш разрыхлитель қосамыз. 10 грамм яғни. Ұн бұл рецепт бойынша 700-750 грамм кетеді. Жұмыртқаңыздың үлкендігі және ұнның сапасына байланысты аз-аздан салып отырамыз. Барлығын бірге салып жібермейміз. Осылай 3-4 приемнан салып отырдым. Қамырымыз өте жұмсақ және ұны жақсылап араласқан болуы керек. Қамырымыздың жұмсақтылығы соншалықты жұмыс жасауға жарамайтын, қолға өте жабысқақ, бірақ басы біріккен қамыр болып шығады. Қамырдың түсінің кереметін қараңыздаршы, керемет піскен кезде одан да қанық болып, әдемі болып шығады. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз қолға өте жабысқақ және жұп-жұмсақ болып шықты. Енді бұны тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе мұздатқышқа 1 сағатқа алып қойсақ болады. Сол кезде қамырымыз кішкене қатып, жаюға, жұмыс жасауға келетіндей болып шығады. Қамыр мұздап шықты, қолға жабыспайды және жаюға келетін қамыр болып шығады. Енді оны 10 бөлікке бөліп алдым. Мен егер сіздердің табаныңыз үлкен болса, үлкен торт жасайтын болсаңыздар, 6-7 бөлікке бөлуге болады. Менде осылай жайылған қамырдан 18 сантиметрлік қамыр корждар шығады. Қамырды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Табаны майламасақ да болады. Қамырдың құрамында май жеткілікті. Енді бұны қызып тұрған пеште
180-200 градус аралығында 6-7 минут пісіріп аламыз. Жып-жұқа етіп жайылған қамырымыз осылай көтеріліп, жып-жұмсақ болып шығады. Бұл рецепт бойынша қамырыңыз қатып қалмайды піскен кезде. Егер сіз ұзақ ұстап жібермесеңіз, ұзақ ұстасаңыз кеуіп қалады. Барлығын осылай домалақтап кесіп шығамыз. Он корждан осындай 8 ғана қалды. Жеп қойдық, бәрі пісіп болғанша. Корждарымыздың бетіне құятын сироп дайындап аламыз. Қант пен суды араластырып, 10 минут аралығында қайнатып аламыз. Сироп суып тұрғанша крем дайындайтын боламыз. Бөлме температурасындағы жып-жұмсақ еріп тұрған 82,5% сары май сапасы жақсысын алыңыздар. Мүмкіндігінше сары майды алып, миксерлеп аламыз. Миксерлеген кезде сары майымыз кішкене көлемі ұлғаяды. 3-4 минут аралығында миксерлейміз. Ағарады және түсі. Енді бұған ең бірінші дайындап қойған, мұздап суып тұрған қайнатпалы қаймақты кремді 2 бөлікке бөліп саламыз және миксерлейміз. Осы кезде кремнің дәмін көреміз. Май қосылғандықтан қанты азайып кетеді. Сол үшін қант пудрасын, қант ұнтағын салыңыздар. Қайнатпалы крем мен сары майдан жасалған крем өзінің формасын жақсы ұстайды және бұны бөлме температурасында көп ұзаққа қалдыруға болмайды. Еріп, жұмсарып кетеді. Мүмкіндігінше керек кезде ғана пайдаланыңыздар. Мінекей бізде осындай қою крем болып шықты. Енді тортты жинауды бастаймыз. Балмұздақтай дәмді креммен және әдемі түсті балды корждармен тортты осылай жинап алдық. Енді үгітілген корждың қалдықтарын үстіне езіп сеуіп шығамыз. Мінекей достар, тортымыз осындай әдемі болып шықты. Мен видеоға түсіргендіктен бірден кестім, бірақ мүмкіндігінше 4-5 сағатқа бөлме температурасында кремі коржға сіңгенше қалдырып жесеңіздер болады. Торт өте дәмді, коржы аузында еритін, кремі
мүлдем керемет бөлек болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менің рецептім сіздерге ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.